Мұхтар Мағауин соғыстан кейін. Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін елде жетім қалған балалар көбейіп кетті. Ауыл-аудандарда ата-анасыз қалған балаларды халық өз арасына алып бауырына басты. Солардың бірі Ахмет Ақсақал еді. Ол қарапайым қойшы, жаны кең, жүрегі мейірімге толы қария болатын. Бір күні ол жетімдер үйінен бір сары шашты көк көзді баланы асырап алды. Бала неміс ұлтынан, оның аты Зигфрид Вагнер еді. Ауыл адамдары алғашында таңырқап қарады. Неміс пе? Соғыс кезінде халқымызға не істеді олар? Деп күбірледі кейбіреулер. Бірақ Ахмет Ақсақал, бұл бала кінәлі емес, соғысты бастаған үлкендер. Бұл бала жетім, ол енді менің балам, деді. Осылайша Зигфрид қазақ даласында Зекен Ахметұлы болып кетті. Ол тез қазақ тілін үйреніп, домбыра тартуды, мал бағуды меңгерді. Қазақы өмірге бейімделіп кетті. Ахмет Ақсақал оған өз баласындай қарады. Жылдар өте келе Зекен зоотехник мамандығын оқып, ауылға қызмет етті. Ол еңбекқор, ақылды азаматқа айналды. Ауылдастары оны шын мәнінде қазақтың ұлы деп санады. Бұл оқиға адамзаттың шынайы бауырмалдық пен кешірімге толы екендігін көрсетеді. Қай ұлттан болса да, адам болу ең бастысы. Тыңда оқыған Айдаралы Айру Айбекқызы.